Сәлем жолдадық. Бүгін картоппен құстың етін духовкада пісіруді үйренемін. Міне қазіргі бірінші картошканы кесіп аламыз. Картошканы тураймыз. Бүгін менің көмекшілерім жоқ. Көріп тұрсыздар, міне алдарыңда жалғыз ғана өзім тұрып тұрған, неге десеңіздер менің көмекшілерім далада қыдырып жүр. Олардың көмегімен баяғыда осы картошканы турап, орнына келтіріп, духовкаға салып қойушы едік. Алла жазса, ендігі видеода жанында жүреді екеуі дағы. Дұрыс кеткен ба? Шағырмыз бе? Ұнамай менді мынау? Жарайды енді, тура. Мен саған айттым, көрсетші деп. Мен көрсеттім ғой, міне. Осып жерейін саған. Алғашқы істеп тұрғаннан кейін мен қолымның қимылы осындай. Балалармен бірге сөйлеп, онда сөз көп қой. Бірақ пышақпен жұмыс істегенде балалар жанында кішкене дайындап қойып істемесе. Олар міне қазір осындай деп кел. Тұздайтын. Бір-екі рет қолын сапырылысты, жетіп отырсыңыз. шақырмасаң дегенде ол. Олардың көріп үйренгендері дұрыс былай. Оның ешқандай несі жоқ. Дұрыс емес пе? Так. Сонымен картошкамызды турап болдық. Маған салайын. Міне. Және болса қазір уже салып қойып жүрмейді. Ата, мен. Салып араластырайын. Жаңа жылдық дастарханда біздің қаздың майы тоңазытқышта тұрған, осыдан қазір кесіп алып, біз осыған қосамыз. Мынаны ертіп саламыз. Міне қаздың майы ерді. Енді еріген майды картошкаға құйып араластырамыз. Май ыстық, сондықтан да не қасықпен, не болмаса осындай арналған, өзіне арналған гелевый қасықпен араластырғанымыз дұрыс. Міне картошка мен май араласты. Сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Қатып тұрған құстың етін қазір микроволновкаға салып азырақ етіп аламыз.
микроволновкадан жаңағы қойған етімізді аламыз. Бұл алдын ала өзі маринадта болған. Енді осының картошканың үстіне саламыз. Koyduk sandık. Плиткамыз дайын, духовкамыз. Қазір мен қолымды жуып жіберейін, сосын духовкаға салайық. Дайындау процесі басталды. Енді күте тұрамыз. Оған дейін ыдысты жуып тастайын. Оның уақыты да өтіп қалды. Ары қарап жүрейік, дайын бітеді. Дайын деп ойнаймын. Дайын. Керемет. Керемет. Жүре қойып көрсетейік. Так. Қыздарым қатып келеді. Жейді тұрған. Дайын. Yani keremет. Балалар. Есік ашылды. Ана çok түсініп. Кішіне қойдырайық пока. Су қалмасын. Ага. Мына жосықты ғой. Пісіріп алдық. Көш шығармын. Балалар кіріп жатыр. Жоқ, балалар дауыс шығып жатыр балалар. Сұрап етсің. Дастархан жай қой.